Қайырлы күн, көрермендер. Бүгінгі күн барлық еліміз үшін ұлы күн. Бұл жеңіс күні. Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман ұрған қандастарымыздың алдында бас иемін. Бүгін мен жеңіс тақырыбында сурет саламын. Себебі ештеңе ұмытылмайтынын көрсеткім келеді. Біздің батырларымыздың ерліктері мәңгі есте қалады және тарихта қалады. Менің композициям сол батырлық әрекеттердің сәттерін көрсетеді. Мен акрил бояуын қолданамын, басқа түрдегі бояуларды араластырамын. Бұл аралас техникасы деп аталады. Добрый день, уважаемые зрители! Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Мой рисунок посвящен героизму и стойкости наших предков в годы войны. Он отражает моменты мужества и самопожертвования, когда каждый шаг был шагом на пути к победе. Я постаралась передать силу и несломленность духа тех, кто сражался за свободу и мир, чтобы их подвиг не был забыт. Отаным, қазақ елім алға ұмтылған, өз елінде кезім жоқ, сағым сынған. Шақыған, ел соқтыған көрсем деймін, бәсекелес, елу елдің қатарынан жеңіс күнімен құттықтаймын. Менің суретім соғыс тақырыбына арналады. Ол батырларымыздың ерлігі мен қаһармандығын көрсетеді. Әрбір сәтте олардың қажымас күресі мен жеңіске деген сезімі айқын көрініс табады. Бұл сурет арқылы мен соғыстың ауыртпалығын, бірақ сол кездегі рухтың мықтылығын жеткізгім келді. Көк туды бейнелеген себебім, көк байрағымыз мәңгі желбіресін деп тілеймін. Навсегда пускай запомнят этот светлый день в году. Души наши пусть наполнит гордость за свою страну. Моя сегодняшняя картина о подвигах героев Отечественной войны. В картинах очень важно изобразить все до мелкой детали. Я тонкой кисточкой изображаю пламя огня, чтобы было более реалистично и передать эту атмосферу. Жеңіс деп үнкен бар жанды, қуаныштың көздерінде жас тамды. Халқым аңсап күткен ізгі, үміт пен бейбіт күннің ұлы маршы басталды. Мен бүгін қоғамдағы бейбітшілік тақырыбында сурет саламын. Менің суретімде сарбаз бейнеленген. Бізді қорғау үшін жандарын құрбан еткен әр батыр мәңгі жүрегімізде. Өтер жылдар, өтер тіпті ғасырлар, келер ұрпақ ерлік даңқын басырар. Ештен кетпес жеңіс күні және де отан үшін жанын қиған асылдар. Ал менің суретім соғыс жылдарының ата-бабаларымыздың ерлігі мен төзімділігіне арналады. Ол батырлық пен өзін-өзі құрбан еткен сәттерін бейнелейді. Мен еркіндік пен бейбітшілік үшін рух ешқашан суылмаған адамдардың күшін және төзімділігін көрсетуге тырыстым. Пусть вокруг расцветает мир и спокойствие и дружба. Пусть не будет войн и потерь и слез. Сегодня я рисую на тему мира в обществе. Мой рисунок означает мирное небо над головой. Я очень люблю рисовать, и поэтому через мои рисунки я хочу показать важные вещи в жизни.